Соғышқан қотығыңатты көрейін дедім бе? Ұрлықты жасырған адам да ұры деп шариғатта анық жазылған. Өй, бейсімақ. Kanға қан! Жанға жан! Біз Шойбек Орынбай ағамыздың Төле би атты романының желісі бойынша түсірдік. Әрине бұдан да басқа көптеген кітаптарды зерттедік, кітапханаларды барып содан мағлұматтар алдық. Төле би туралы түрлі деректерді жинақтай отырып, мынау сценарий жазылып шықты. Киноны түсіру барысында бізге көркемдік жетекші болып Сатыбалды Нарымбетов ағамыз келді. Біз ол кісіден кино түсіру барысында көптеген тәжірибе жинадық деп ойлаймыз. Мынау тарихи фильмді түсірудің өзі оңай емес екенін біз түсіру барысында түсіндік. Қапшағайға барып түсірдік, мынау Ташкент жаққа барып түсірдік. Өйткені Төле би бабамыз кезінде Ташкент шаһарын 20 жылдай билеген екен, кәдімгі хакім ретінде билеген екен. Және де ол тек қана шешен болмаған Төле би, ол қолына қару алып елін қорғаған, батырлығы да болған, өжеттігі де болған, және де саясаткер болған. Қош бол, Төле. Айғаным. Ұрлықы малдың ізін суытқаныңыз үшін үйір жылқы айыппұл төлейсіз. Төле би енді қазаққа маңдайалды тұлға, таудай тұлғасы, қазақтың үш бидің басын біріктірген. Тұлғаң келеді сенің, портреттегі Төле биге тұлғаң келеді. Енді сенің мүмкіндігіңді көрейік, әртүрлі характерде осыны айтып берші. Сен дау шешіп жатқан кезде, болмаса екі адамды татуластырып жатқан кезінде қалай, соның бәрін ойнап көрсеттік. Одан кейін видео проба жасады. Таудың етегіне барып, 2 рет түсірдік. Солай арқылы, өйткені бұл басты рөлде болғаннан кейін, қателеспеу керек болғаннан кейін, солай кастингтер өтті. Тауып кеттің. Төлежан, сыртыңнан көп естуші едім. Даналығыңа көзім жетті. Алланың нұры жаусын өзіңе. Бұл сериалдың түсірім барысында бір көрнекті бір жер бар. Ол жаңағы Боралдайдағы шайқас деп айтуға болады. Бұл жерде мен өз шәкірттерімді әбден соғыс өнеріне машықтандырып дайындап болғаннан кейін жоңғарларға қарсы шайқасқа, ұрысқа салуым. Бұл шайқастың басқалардан ерекшелігі, енді мен өзім толық айта аламын, бұл қазақ киноларының ішіндегі шайқастардың бір ерекше деп айтамыз. Басқалардан қайталанбайтын бір ерекшелігі бар. Бұл судың ішінде шайқас. Осы түсірілім барысында жаңағы түсіру командасы ол судың салқын болатын, ол суда біз бірнеше сағаттап жүретінімізді ескертті. Ұзақ болғанда жаңағында дірілдеп кетіп, дірілдегенімізді суда білдірмей тырыстық білдірмеуге. Ал енді сол ең соңғы сәт жаңағы оператордың түсірілді деген бақытты сөзін естіген кезде қуанышымызда, қойнымызға қуанышымыз сыймады. Енді кино түсірілім уақыты жобамен бір 8 айдай болды. Күн түн дедік, жаңағы жаз дедік, күн ыстық болсын, суық болсын. Кезінде масаға таланған кездеріміз болды, шіркейге таланған кездеріміз болды. Сонда да аянбай, әйтеуір күнмен кейбір түнде бір 2 сағат, 3 сағат ұйықтап, күндіз 2 сағат ұйықтап, сөйтіп жүріп, осы киноны түсіріп шықтық.
Енді Алла қаласа осы көрермендерге жол тартып отыр. Енді бағасын осы көрермендер беретін шығар деп ойлаймыз. Сіздердің екеулеріңіздің де өтініштеріңізді орындаймыз. Баланы қазір мен ортасынан қақ бөлем! Жоқ, өтінем, бір ашуыңды бер маған. Өлтіртпеймін. Бердім, баламды бердім. Ағайын, байқаған шығарсыздар. Бердім. Мен қазір Төле бидің 12 жас кезін ойнап жатырмын. Бір кішкентай балаға екі ана, яғни таласады. Ол әкесінен рұқсат сұрап, сол дауды шешуге кіріскен. Ол бір баланы екі анаға бөліп беру үшін қылышпен екіге бөліп беремін деп, сол арқылы баланың анасы кім екенін анықтаған. Сондай дауларды ол шешіп үйренген кішкентай кезінен. Әлібек би өте байсалды, аузы дуалы, орақ тілді, сондай бүкіл елді, жұртты, халықты аузына қаратқан би. Төле қасында жүріп, әкесіне еріп, дау-думай бар, көп жерлерде сол әкесіне қарап жүр еліктеп, билікті тізгінін алады. Алғашқы басты рөлім десе де болады. Үлкен жауапкершілік болғаннан кейін оңайға соғып жатқан жоқ. 20 түрі. Әкетіңдер. Әнәпкел Төле бидің бала кезден бірге өскен досы, кішкентайдан. Тарихта бар ол. Тарихшы Шойбек Орынбай ағамыздың жазған жазуында, тарих кітабында. Бұл Әнәпкел рөлі маған өте бір оң жамбасыма келген рөл болды. Себебі Төле биді сомдаған Абзал деген жігіт, ол өзі өмірде мінезі салмақты жігіт. Ал енді Әнәпкел бір-біріне қарама-қарсы рөл болу керек деді бұл кинода. Яғни Төле би салмақты болатын болса, досы кішкене ұшқалақтау рөл деді. Басшоқ, Басшоқ емес? жоқ. Басшоқ, тас бар. Жоңғарлар! Міне сендердің сыбағаларың. Мә, осыда жетеді сендерге. Атқа қон! Атқа қон! Мен өзім аңға шығам, аттың үстінде көрем кішкентай киікті. Ол кішкентай болғандықтан мен оны өлтіргім келмей, тірідей ұстап алғым келіп, атпен шауып келе жатқан кезде Әнәпкел садағымен атып, оны өлтіріп қояды. Соны көріп, Әнәпкел екеуміз сол жерде төбелесеміз. Сол шайқастан басталады таныстығымыз. Одан кейін мен жоңғарға түсіп қалам, жоңғарлардың қолына түсіп, олар менің аяғыма шынжыр байлап. Сол кезде бір қызықты оқиғаны айтып берейін түсірілім барысында. Мысалға, осы жерде мен түсіп атсам, аяғым шынжырда, артымнан киіз үйді жаңағы жыртып матасын, бүйтіп ашып Әнәпкел кіреді, қарлығаш бұл мен дейді. Артында КамАЗ тұр. Енді өздеріңіз білесіздер, ол кезде КамАЗ болмаған ғой ол жерде. Сонымен бүкіл съемочная группа күліп, қайтадан мына жерге ауысып, бүкіл камераның орнын өзгертуге тура келді. Достым. Соғыс өнеріне тәрбиелеу барысында ауылда сыбыс өсектер жүреді. Ол қай заманда болмасын болатын белгілі жайт. Жаңағы Қосай батыр отбасы жоқ. Ал мен жаңадан өсіп келе жатқан бойжеткен қызбын. Жаңағы Қосай батырдың несіне дайындық алаңына көп барып кетті бұл қыз деген сияқты ауылда өсек өрбиді. Кез келген қыз балаға ауыр тиетін нәрсе ол жаңағы сондай өсектің жүріп жатқан,
оның үстіне әкесі айтып жатқаны ауыр тиеді да. Бірақ десе де қыз дәлелдеп, оның кек алу үшін соғыс өнеріне машықтанып жатқаны үшін әкесі кейін дайындықтардан көре бастайды. Сол дайындығының нәтижесінде мен Төле бидің әскерінің құрамына қосылам. Сонымен қатар Төле бимен бірге бір шайқасқа шығамын. Ол біздің жаңағы Төле бимен байланысты сахналарымыз. Тәуке хан екеуі жеті жарғыны қайтадан жазып шыққан кезде осы екеуінің ұйымдастыруымен, Төле бидің ақылымен, үш бидің ғана емес, 12 бидің басын қосып, жеті жарғыны кәдімгідей талқылап, қазақ даласында демократияның бар екенін Тәуке хан мен 12 биді жинап алып, жеті жарғыны жасайды. Және де мынау қартайған шағындағы ордабасы да ол 300-дің басын қосып, қалайша насихаттады. Сол 300-дің басы қосылмай жүрген батырларда, арадара, хандарда бір-бірімен сөздері жараспай жүрген кезде Төле би қалайша оларды ордабасыға жинады деген мәселеге келсек, осы біз сол осы фильмде көрсете алдық деп ойлаймыз.